Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қоғам ТВ телеарнасында спортсмен хабар және оның жүргізушісімен Алданазар Ахмет. Бүгін біз Киошинкай каратэ-до спорты жайлы айтатын боламыз. Алдағы 20 минутта Киошинкай каратэ спорты жайлы толыққанды айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Максо ямай. Татай. Каратэ спорты қарусыз қорғанудың бір түрі. Жалпы каратэде қолмен, аяқпен қарсыластың осал тұсынан соққы бағыттауға негізделген. Жалпы каратэмен айналысушы адамның бойындағы күш, жігер, ептілікті талап етеді. Бүгін бізде осы Киошинкай каратэ спортын толыққанды түсіндіретін біздің Қызылорда облысы бойынша Киошинкай каратэдан аға жаттықтырушы Бауыржан Мұханов. Бауыржан, ассалаумағалейкум. Көңіліңіз қалай, жақсы ма? Сұхбатымызға дайын болсақ, алғашқы сұрағымызды қойып бастасақ, жалпы осы каратэ спортының тарихы жайлы айта өтсеңіз. Енді Киошинкай каратэ тарихы 50-ші жылдардан басталады. Жапон елінде негізі қаланған. Содан бері міне қаншама жыл өтті, қатты дамып келе жатыр. Әлемнің барлық елдерінде бар десе де болады. Біздің Қазақстанымызға 90-шы жылдардың басында келген спорт түрі. Содан мына біздің енді Қызылорда облысының алатын болсақ, 2010 жылдан бері дамып келе жатыр. Яғни Япония елінен шыққан спорт түрі. Жапон елінен шыққан Жапонның ұлттық спорт түрі. Ұлттық спорт түрі. Дәл осы сәтте Қызылорда облысы бойынша қанша спортшыларыңыз осы спорт түрімен айналысып жатыр? Біздің осы Киошинкай каратэ түрі бойынша Қызылорда облысында 300-ге жақын спортшы айналысады. Барлығы осы Қызылорда қаласының төңірегінде. Енді Алла қаласа жоспарларымыз бар, аудандардан, ауылдардан ашамыз деген. Жалпы енді осы спорт түріне айналсам деуші жастар, жасөспірімдер, кішкене балаларға неше жастан бастап қабылдап, неше жасқа дейін айналысуға болады? Біз қазір 5 жастан қабылдаймыз. 5 жастан қабылданады. Ары қарай шектеу жоқ. Қанша жаста болса да келіп айналысуға болады. Міндетті түрде бір жарыстарға қатысып дейміз. Күнделікті өзінің салауатын қалыптастыру, өзін қорғауға үйренуге болады. Енді осы Киошинкай каратэ деп айтып жатады, және де каратэ-до деген спорт түрі де бар. Екеуінің айырмашылығы неде? Енді каратэ-до мен Киошинкайдың айырмашылығы үлкен. Өйткені каратэ-до ол олимпиадалық спорт түрі біріншіден. Сосын оларда шамалы ережелер бөлек. Ережелері бар. Киошинкай каратэ бұл қатаң спорт түрі. Бұда жаңағы прием дейді орысша айтқанда. Приемдардың барлығы бар. Аяқтан, әдіс-тәсілдің барлығы қолмен жасайды, шынтақпен барлық түрі бар. Жалпы киім үлгісі деп жатамыз, пояс деп жатамыз. Бір белгілі бір дәрежеде болады ғой. Қара белбеу, қызыл белбеу, сары белбеу деген секілді. Осы жайында айта өтсеңіз. Сіз тағып отқан белбеу, ақ белбеу, оны біз 10-шы кю деп айтамыз. 10-шы кюден төмен қарай 9-шы кю, оранжевый орысша айтқанда. Одан кейін жаңағы көк белбеу, солай қара белбеуге ең жоғарғы дәрежесі қара белбеу. Ең жоғарғы дәрежесі қара белбеу. Бұлайша шебер
Демек сіз спорт шеберсіз ғой Спорт осы шебері, Киошинкай каратэде. Рахмет, түсінікті. Енді осы жалпы Киошинкай каратэ спортына Қызылорда облыстық спорт басқармасынан қандай қолдаулар, қандай көмектер көрсетіп жатыр? Енді Қызылорда облыстық спорт басқармасына үлкен көмектер беріліп жатыр. Қазіргі таңда біз спорт басқармасына бағынышты номер 2-ші балалар мен жасөспірімдер олимпиадалық резерв мектебінде бізде 2 бапкер сол жерде жұмыс істейді штатты түрде. Спорт мектебінен де спорт басқармасынан да біздің жарыстарға баруымызға, оқу жаттығу жиындарымызға қазіргі таңда көмектер беріліп жатыр. Ал енді осы спорт түрінен жалпы қаламызда республика бойынша сайыстар ұйымдастырылып тұр ма? Жалпы қандай деңгейде ұйымдастырылады? Иә, біздің қаламызда облыс көлемінде жарыстар жиі ұйымдастырылып тұрады. Өздеріңізге белгілі, былтыр енді коронавирустың кесірінен біраз жарыстарымыз облыста да республикада болмай қалды. Бір жылға жақын балалар онлайн жарыстарға қатысты. Осы спорт залының ішінде арнайы өзіміздің клубтық жарыстарымыз болды. Оған дейін біз біраз шетелдік жарыстарға, Қазақстан чемпионаттарында, кубоктарында біраз жетістіктерге жетіп жарыстарға қатысып жүрдік. Сол жетістіктерге жеткен оқушы спортшыларың жайлы айтып өтсеңіз, қандай жетістіктерге жетті? Бізде биік еліміздің туыны бүкіл әлемге биіктен көтеріп жүрген, еліміздің атын әлемге танытып жүрген оқушыларымыз өте көп. Олардың ішінде атап айтатын болсақ, Айбек Шаукелов, жасөспірімдер мен жастар арасында әлем чемпионы, Украинаның Одесса қаласында өткен 2018 жыл жеңіп алған. Одан кейін Азия чемпионы өзіміздің Нұр-Сұлтан қаласында өткен Жұмабек Нұрбақов деген оқушымыз бар. Францияда өткен Европа біріншілігінде жүлдегері, Иранда өткен жарыстардың Мирамбек Али, Мади, Сахи Жеңісбек, Жармағанбет, Әлібек, Нұрлыбек деген оқушыларымыз бар. Қазіргі таңда облыстың құрама команда мүшелері біраз жарыстарға шығып жүрген. Барлық осы өңірдің, осы Қызылорда қаласының жігіттері. Енді түсінікті, жалпы мен енді осы спорт түрімен айналысамын, осы спорт түріне қызығушылық танытып айналысам десем, қанша уақытта үйреніп шығуыма болады? Оны өзіңізге байланысты. Ынта болса, бір жылда жақсылап үйреніп кетуге болады. Енді көп уақыт алады әрине. Енді арасында қиын жаттығулар бар. Көбінесе растаяшка дейді ғой, созылу жаттығулардан қашып кетеді. Адам еш нәрседен қашпау керек. Жаттығулар оңай болмайды. Әртүрлі жаттығулар бар. Бұл да Киошинкай каратэның ішінде гимнастика да бар, акробатика да бар. Жаттығу барысында көріп отырсыз. Өзін-өзін қорғау, барлық адамның денесіне пайдалы бүкіл жаттығулар жасалады. Солардың барлығын қалмай, тастамай күнделікті келіп жүрсеңіз, бір жыл, бір жарым жылдың ішінде үйреніп шығуға болады. Ал енді жаңада каратэ-до спортымен айырмашылығын айтып жатсыз. Ал қалған басқа спорт түрлеріне қарағанда қандай айырмашылық бар? Жалпы осы спорт түрімен айналысқан адамға нені үйретеді бұл спорт? Енді барлық спорт бір ғой. Спорт түрінде ереже бар. Біздің Киошинкай каратэ спортта өзінің философиясы бар. Бізде әр келген оқушы өзінің анты болады. Залдың ережесі, залға кіру, тәртібі, көшедегі тәртібі, мектептегі сабағы барлығы қадағаланады. Келген кезде, мысалы, кішкентай балдармен көшеде төбелеспеу, тәрбие нелері көп. Рухани жағынан да, тәртіп жағынан да спорттарға қарағанда солай. Айырмашылығы бар. Барлық спорт түрлерінде солай ғой. Осы спорт түрінде жалпы қандай ережелер бар? Қанша әдіс түрі бар? Осы жайлы айтып өтсеңіз. Әдіс түрі өте көп каратэде. Бұда бізде қазір жарыста қолданатын түрлері бар, қолданбайтын түрлері бар. Яғни шектеу қойылған, запрет деп айтамыз ғой. Көшеде, мысалға сіз бұзақыларға кездесіп қалдыңыз. Ол көшеде қолданғанын сіз жарыста қолданамыз. Енді көшеде қазір заман басқа білесіздер ғой, қаншама адамдар бар, қандай жаман адамдар бар. Өзін қорғау мақсатында. Өзін қорғауға жасайтын әдістерді сіз жарыста қолданамыз. Ал жарыстарда қолданылатын әдістер түрі өте көп. Өте көп. Енді осы спорт түрін маған мейлінше үйретсеңіз, енді біршама уақыт керек деп жатсыз ғой жаңада. Бірақ осы қысқаша уақыттың ішінде шамалы болса да көрермендерге де ұғынықты болсын, түсінікті болсын, маған да бір кішкене ақпарат болсын. Осы спорт түрін үйретсеңіз. Бастайық. Ал енді жаттығуларымызды жалпы осы спорт түрімен танысуды бастасақ, ең бірінші неден бастаймыз? Бұл амандасу ма қалай? Амандасу есептеледі. Бізде қазір
дене қыздырып алдық. Енді бірінші бізде базалық жаттығулар жасаймыз. Қазір сіздің мысалы стойкада тұрамыз. Иықпен аяқ иық көлемінде болу керек. Хайсока деген стойка. Жалпы пәрмендердің барлығы жапон тілінде. Қолдарымызды үзіледік. Оң қолымызды қалдырамыз, сол қол тартамыз. Сонымен жаттығу бастадық. Бұл дене ішке ұру соққысы. 1 2 3 2 гол. Бұл сіздің айтып жатқан жапон сөздеріңіз сандар ғой? Сандар, сандармен саналып жатыр. Енді басымызды қорғаймыз. Жодан уке дейді. Жодан деген басты қорғау. Тастан, пышақтан басымызды қорғау. Сіз осы менің соққылардың дұрыстығын қарап отырсаңыз. Жұмыс істеп кеттік. Ауыстырамыз, кеттік. Басымызды қорғау. Екінші қол міндетті түрде қайттан орнына келу керек. Өйткені мен қазір түсіндіріп жіберейін. Не үшін орынға келу керек екенін. Мысалға, мен көшеде тұрмын, маған соққы жасауым керек. Пышақпен или бірдемемен ұрып жатырсыз. Орын арттан сіздің досыңыз или неңіз бар, жүгіріп келе жатыр, мен артынан құшақтай деген кезде мен оны ұрып, бірден 2 адамның соққымен. Біріншісінде қорғандым, екіншісінде ұрдым. Сондықтан бұл қорғаным міндетті түрде екінші қол артта тұру керек. Оны фудочи стойкасында тұрғанда, қазір камайте стойкасында жаңағы боевой дейді орысша айтқанда, жауынгерлік стойкаға тұрамыз. Сол аяғымыз алда, тубулисуға дайындаламыз. Қолымыз осылай тұрады. Арттағы аяқпен майгери деген ішке соққы жасаймыз. 1. Бұл соққы әдістің аты майгери. Ал адамның ішіне тию. Демек тіке кетеді ғой, жанынан емес тіке кетеді. Тіке мына дізінен шығарамыз, осылай жұмыс істейміз. Тіке. Мен бір қайталап көрейін, сіздің дұрыс бұрыстығын айтарсыз. Табанды қоспаймыз, тек қана аяқтың. Ұшымен ғана ғой? Аяқтың өзіңізге қаратасыз. Қайттан бастапқы орынға келеміз. Бастапқы орынға келген кезде денеңіз бұрылып кетпеу керек, қолыңыз осылай тұру керек. Тағы да қайталаймыз. Әлде де тартамыз. Мен мына алдыңғы соққыны жасағанда артқы аяғыма тұра алмай. Осылай күнделікті бір аяқта 10 рет, сосын келесі аяқта 10 рет қайталап тұру. Стойканы алмастырып, келесі аяққа да. Келесі аяққа да. Түсінікті. Келесісі. Ендігі әдісіміз осы аяқпен олда, енді бүйректен. Аяқтың бет жамбаспен тебеміз. Маваши чудан деп айтылады. Бүйректен соғамыз. 1. Ден шығару керек. Секірмейміз. Тұрған орында. Сіздерде секірілмейді ғой? Секіріп те жасайды. Қазір үйренген кезде, өткен база үйренген кезде секірмей үйреніп алған дұрыс. Менің аяғым дұрыс тұр ма? Себебі мен теуіп атқанда аяғым ауырыңқырап жатыр. Или майысып тұру керек. Бұрылу керек, өйткені сіз денеммен бұрылу керек. Осылай тұрған кезде сіз былай тепсеңіз, адамға теуіп атқан қарсыласыңызға ударыңыз бармай. Шамал бұрсаңыз, сол кезде удар шығады. Соққы сол кезде шығады. Түсінікті. Енді келесі жаймен жаңағы спарринг дейді ғой. Жұптасып арқылы ішке мысалы төбелестер жасаймыз, стойкада тұрыңыз. Мысалы аяқтан тебіңіз. Осылай. Бұл жаттығудың бір түрі ғой? Жаттығудың бір түрі. Бұл да адамның өзінің денесінің соққылардан дене шынықтыру. Дене шынықтыру. Соққыларға шынықтыру. Соққыға төтеп беру керек. Түсінікті. Санға ғой? Санға. Ішкі сандан тебіңіз алдыңғы аяқпен. Ол үшін стойка алмастыру керек болады ма? Тұрсаңшы мен көрсетейін. 1, 2, осылай жұмыс істей береміз. 1, 2, осылай, сосын қолмен денеге. Ұра беріңіз. Осылай ма? Кеудеге соғуға болады ғой? Кеудеге соғуға болады. Сосын беттен де ұруға болады ма? Бетте аяқпен тебуге болады да, қолмен ұруға болмайды. Қолмен ұруға болмайды. Тек ол көше жағдайында өзіңді қорғану үшін ғана. Көше жағдайында өзін қорғану үшін қолмен ұруға болады. Беттен де,
тамақтан да. Түсінікті. Жарыстың ережесі бойынша ол бетке ұруға болмайды, тамаққа ұруға болмайды, денеден ұрады. Тек қана аяқтан тебеді, сосын белден төмен тебуге болмайды. Енді мысалы басқа спорт түрлерінде мысалға алып қарайтын болсақ, боксқа алып қарайтын болсақ, адам бетіне удар тисе, ол есептелінеді бір очкоға деген секілді. Сіздерде қалай есептелінеді? Бізде Соққының жақсы шыққанына қарай ма? жасөспірімдер, жастар сайыста, жарыста басына қорғаныш зат киеді, шлем. Сол кезде тиген кезде оларда есептеледі. Бізде вазари деген жартылай ұпай бар, иппон толы ұпай бар. Ересектер арасындағы сайыста міндетті түрде бастан тиіп құлату керек, нокаут жаңағы. Демек, жығу керек қарсыласты. Енді тағы да бір ауқымды бүкіл көрерменге ұнайтында бір кейде әлеуметтік желілерден де көріп қалып жатамыз, әртүрлі әдіс тәсілдерді. Біздің енді жаңада айтып жатсыз, мықты спортшыларымыз бар деп бізге көрсетсе, мен сол әдістерді қайталап көрсем. Енді түсінікті болу үшін жаңағы жаттығуларды оқушымен бірге көрсетіп жіберейін. Жақсы, көрсетіңіз. Стойкада тұрамыз. Тағы бір қайталап өтсеңіз, себебі қазір мен қайталағанда бір оқыс қимыл ішіңізге тиіп жатыр. Ұрғандық. Екінші аяқтан тебеміз. Ішіне ұрамыз. Осы. Жақсы, мен енді барынша қайталап көрейін. Әли. Қатты теуіп жүрмеңіз, біз кәсіби спортшы емеспіз. Стойкада тұрамыз. Стойкада тұрамыз. Ішіңізден тепті. Қол бұл бағанағы қол қағу әдістерінің бірі ғой. Көтересіз. Қол қағамыз, екінші аяқтан тебеміз. Түсінікті. Тағы қандай әдіс тәсілдері бар? Әдістер көп бізде. Енді қазіргі жеңіл желпісі болса, енді бастапқыға бірден ауыр соққылар әдістер маған қиындау болатын шығар. Тағы бір түрін көрсетсеңіз. Қолмен соққы болсын. Сіз мысалы көшеде итеріп жатыр, мысалы ерегісі итеріп жатыр, сіз тағы да итерген кезде резко екі қолын қағып аласыз да, отырғызып тіземен маңдайдан. Бұл көшеде өзіңізді қорғауға арналған. Мысалы. Жарыста бұл тәсілдерді қолдануға болмайды. Енді мен де бір қайталап көрейін. Білектен ұстау, қолдың білегінен ұстау керек қой. Мына жер. Осы жерде отырғанда бүкіл салмақ жерге түсті. Түсінікті. Бір қайталап көрейін. Артқа тарту керек қой. Артқа тартып, артқа тартып, тіземен соққы жасауға болады. Бұл енді өте қауіпті әдіс екен, құрметті көрермендер. Көшеде абайлайсыздар ғой, тек өзіңізді қорғануға болмаса. Тағы бір қайталап көрейік. Дұрыс қой, әдемі шыққан секілді меніңше. Екінші жаттығуын көрейік. Шынтақтан басады ма? Түсінікті. Тағы бір қайталайық. Мысалы, келатқан кезде шамал демем. Қолын алып қалу ұстау үшін ғой. Мына жерден басып тұрып қатты қайырса, жерді ұрады өзі. Деп, шынтақтан ұруға да болады. Енді көшеде әртүрлі жағдайларда болып жатады. Жаңа сізде айтып жатсыз, әртүрлі әдіс тәсілдер бар деп. Пышақпен келген жағдайларда болып жатады ғой. Иә, пышақпен, жаңағы таспен әртүрлі жағдай бар енді. Екі пышақ ұрып түсіріп пышақты қолдан түсіргенде түсіріп, содан кейін жақсы түсінікті. Бұл әдістер енді өте қиындау екен, қауіпті де қиынға түсетін секілді. Мен бұны қайталамай-ақ қояйын.
Енді жалпы жарыстарда, сайыстарда жекпе-жекке осы спорт түрінен шыққанда жалпы қандай шарттары қандай, шаршы алаңы қандай, ересектер, жасөспірімдер арасында қанша минут жекпе-жекке шығады, сол жайында айтып өтсеңіз? Шаршы алаң ересектер арасында 10-10, татами көлемі. Жасөспірімдерде 8-8 болып есептеледі. Жасөспірімдер жарыста 2 минут шайқасады, ересектер 3 минут шайқасады. Қарсыласын белгілі бір әдіс тәсілмен жықпайынша 3 минут ішінде жекпе-жекке шығады. Жақсы, онда ендеше бізге көрсетсеңіз бір жекпе-жек үлгісін. Мен қазір екі ересектер арасында шайқас болайын деп жатыр. Рефери ортада, төреші ортада бастал деген не берді, бастама. Қазір бізде осылай толыққанды шайқас қолмен. Мысалы, оң жақ беттегі спортшы қазір жартылай ұпайға жеңіске жетті. Ішінен соққы ұрып, вазари әдісін жасады. Қалған қолмен ұрып жатқан соққылар есептелмей ме? Есептелмейді, міндетті түрде жаңағы ауыр соққымен неге жасау керек. Демек бұл түрткілеу алдау әдісі ғой, демек менің түсінгенім бойынша. Түрткілеп алдап тұрады да қатты соққы жасап қалады. Футболда да, бокста да алдыңғы барлау несі болады ғой, алдыңғы. Сол секілді біздің спортта да алдын ала барлап алып, одан кейін. Бұл жасаған әдісі аяқпен тіземен ішіне соғып, сол жақ беттегі спортшыда жартылай ұпай иеленді. Қазір теңде тең болып тұр. Қазір уақыт аяқталуына байланысты қайсысының жылдамдығы, техникасына төрешілер баға беретін болады. Ал екі спортшы тең дәрежеде түсіп қалса, демек төрешілер қосымша уақыт беріледі ғой. Төрешілердің шешімімен тең болса, тағы қосымша 3 минут төбелеседі, екінші раунд. Ол кезде де тең болып қалса, жарыстың ережесіне сай екеуінің салмағы өлшенеді. Ережеде мысалға 5 килограмм артық салмағы бар спортшы жеңіледі. Жеңілді. Ал ода да салмақтары бірдей болса, бізде 4-ші раунд тамашалар әдісі ағаш сындырады. Екі спортшыға ағаш, қайсысы көп ағаш сындырады, сол. Қолмен, аяқ түрлерімен де ағаш сындырады ғой. Мысалы, қазір оң жақ беттегі Айбек шауып келіп, аяқтағы соққысымен жеңіске жетті. Осындай ережеміз бар. Бауыржан Оразбекұлы, бүгін бізге Киошинкай карате спорты жайлы толыққанда ақпарат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет, сіздерге де үлкен рахмет. Келіп, осылай бұқаралық спортты дамуына үлес қосып жатқандарыңызға. Спортпен, каратемен айналысам деушілерге есіміңіз әрқашанда ашық. Рахмет. Құрметті көрермен, біз Киошинкай карате спорты жайлы егжей-тегжейлі түсіндірдік деп есептейміз. Келесі апта жүздескенше аман сау болыңыздар.